Сәлеметсіңдер ме балалар, қазақ тілі пәнінен 4-ші бөлімнің 9-шы және 10-шы сабақтары Экспо 2017 Астана қаласында. Каналды сабақты бастаудан алдын тіркеліп видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Екінші тапсырма: тыңдалым мәтін төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып әңгімеле депті. Қайда, жерде деп айтамыз, не болды, таң қалды, нәтижесі қандай, ойланып қалды, қашан, қай уақытта деген сияқты айтып тұр. Қашан, күндіз бе, түнде ме деген сияқты айтсақ та болады, балалар. Келесі 4-ші тапсырма: мәтінді оқы. Экспо атауы экспонат деген сөзден шыққан. Қазақша жәдігер, яғни ол жер жүзін мекендеген барша халықтың өмірдің түрлі саласында қол жеткізген жетістіктерін, жәдігерлерін көрсететін алаң. Онда экспоның кезекті таңдаған тақырыбына орай адам баласының бұрын соңды жеткен жетістіктері көпшілік назарына ұсынылады. Экспо 2017 жылы Қазақстанда Астана қаласында өтті. Оның тақырыбы болашақ энергиясы. Әлемнің барлық өнер тапқыштары мен ғалымдары өздерінің жасыл технологиялардағы жетістіктерін көрсетті. Егер бұрын адамдарды жаңа машинелер мен пойыздар қызықтырған болса, қазір жылытуға энергия шығыны аз кететін үй салу қызығырақ болып отыр. Экспо тек технологиялық жетістіктердің көрмесі мен болашақ технологияларды көруге деген талпыныс қана емес, сонымен қатар барлық қонақтарға арналған ауқымды мәдени бағдарлама. Көрмедегі бірінші нысан Нұр әлем. Ол инженерлік ой мен архитектура тұрғысынан тартымды. Салмағы 13 000 тоннадан астам, 2824 әйнектен тұрады. Әрбір әйнектің салмағы 600-800 килограммға дейін тартады. Бұл әйнектердің ерекшелігі екі жазықтықта иіліп, осылайша бұрышсыз сфералық пішінді келтіріп тұрады. Олар тегіс үрленген шар сияқты. Бұл диаметрі 80 метрді құрайтын 20 метрлік павильонның үстінде шар орналасқан әлемдегі жалғыз ғимарат. Басты нысан Нұр әлем деп аталатын болашақ мұражайға айналады. Себебі онда ғарыш, күн, су, жер, кинетика энергиясына қатысты алуан түрлі жобалар ұсынылған. Нұр әлем сфералық ғимараты көрмеден қалған мұра болды деп айтамыз, балар. 5-ші тапсырма қарайтын болсақ, оқылым мәтіні бойынша төмендегі кестені толтыр. Бірінші бағанға жалпы сұрақтарды, екінші бағанға мәтіндегі сөздерді жаз депті. Сұрақтарды айтатын болсақ, Экспо атауы қандай сөзден шыққан? Астана қаласында өткен көрменің тақырыбы, көрмедегі бірінші нысан, көрмедегі қандай жобалар ұсынылды? Тек сөздер айтатын болсақ, Экспо, көрме, жәдігер, болашақ энергиясы, мәдени бағдарлама, мұражай. Мәтінде Экспо көрмесі туралы 2017 жылы елімізде өткен көрме, оның тақырыбы, ерекшелігі туралы баяндалған. Көрме жасыл технология саласындағы жетістіктер көрсетілім, мәдени бағдарлама. Енді 6-шы тапсырмаға назар аударамыз, балалар. Тапқырлар сандықшасы сайысын өткізіңдер. Жұпта, топта талқылаңдар. Яғни бұл жерге барлығына дұрыстарының қасына біз сызықша немесе птичка белгісін қойып кетеміз. Неологизм деп Экспо халықаралық көрме. Термин сөз дегеніміз, ыза суын төмендету үшін зауырларды тазалау қажет. Бұл бізде термин сөз. Келесі, кәсіби сөзге біз жатқызамыз. Ол қауашада мақтаны қалдырмай терді. Кәсіби сөз. Келесі, диалект сөзіміз. Жаман туыстан жақсы қоныс артық. Келесі, тауық құсқа ұшу жоқ, там үйлерге көшу жоқ. Бұл бізде диалект сөздеріміз. Келесі 7-ші тапсырмаға қараймыз. Төмендегі блиц сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беру арқылы өзіңді тексер депті. 1998 жылдың 10 маусымда Қазақстанның жаңа астанасы Астана қаласының салтанатты тұсаукесері болды. Иә. Екінші сұрақ. Астана қаласы Ертіс өзенінің оң жағалауында орналасқан. Жоқ дейміз. Ойбай, ұзаққа кетіп қалды. Жоқ дейміз. Келесі 3-ші бәйтерек төрткүл дүниені құшағына сыйғызған өмір ағашы. Иә. 4-ші Астана опера театр 2013 жылдың 21 маусымында ашылды. Иә.
Бесіншісі экспо атауы қазақша тарих деген ұғымды білдіреді. Жоқ. Алтыншысы Нұр әлем 2012 жылы салынған. Жоқ деп жауап береміз, балалар. Тоғызыншы тапсырмаға қарайтын болсақ, балалар, ой моншақ шартты топқа бөлініңдер. Астана атты диаграмманы толтырыңдар. Топтың әр мүшесі бір сөйлемнен айтсын. Талап: айтқан сөйлемдердің бір-бірімен байланысып, мәтін түрінде шықсын. Әр сөйлемде неологизм немесе термин сөздер болсын. Астана, елорда, жаңа қала, сәулет өнері, мәдени ошақ, болашақтың қаласы, арман қала деп жазып аламыз, балалар. Енді Астана біздің бас қала. Елордамыз көптеген бизнес орталықтары, кеңселер, ойын-сауық орындары, океанариум бар. Жаңа қаламызда үнемі саммит, конференциялар өтіп тұрады. Сәулет өнеріне бай қаланың нысан алсақ та заманауи үлгіде салынған. Сонымен қатар мәдени ошақтар да көп. Театр, цирк, кинотеатр тағы басқалары. Астана болашақтың қаласы және Астана арман қала деп айтсақ та кем емес, балар. Енді бұл жерде бізде эссе. Астана болашақтың қаласы тақырыбында келіспеу эссесін жаз. Бұл жерде эссенің шарттары берілген. Оң жақ бағанда бізде соның эссеміз тұр. Тоқтатып жазып алсаңдар болады. Астана болашақтың қаласы. Себебі Астана жаңа қала, жаңа мүмкіндіктердің қаласы. Онда жұмыс орындары, оқу орындары көп. Демек, кез келген мамандық бойынша жас түлек оқи алады. Кейін жұмысқа орналасуда мүмкіндік көп. Астанадан көптеген мемлекеттерге ұшақ арқылы тез жету мүмкіндігі бар. Кейінгі жаңа технологиялармен жабдықталған әуежайда барлық жағдай жасалған. Темір жол да дәл солай. Еліміздің кез келген жағына түрлі бағытта пойыздар ағылып жатады. Медицинада жақсы дамыған. Соңғы үлгіде салынған жаңа ғимараттар алыстан көз тартады. Мәдени нысандар да жетерлік. Әлемде жоқ Нұр әлем ғимаратын атап кетуге болады. Қалада үнемі жөндеу, жаңарту жұмыстары жүргізіліп, тазалыққа да қатты мән беріледі. Жазы күні саябақтар, көшелер әсем гүлдермен гүлденіп, қалаға ерекше көрік беріп тұрады. Жыл сайын қалаға келетін қонақтар мен туристердің саны артуда. Еліміздің экономикасын дамытуына қаланың қосып жатқан үлесі көп. Сондықтан да Астана болашақтың қаласы. Астана арман қала. Бағы бір жанған қала. Тұрады ол жап-жас боп, мен үлкен болғанда да деп өлең шумақтарымен сабағымызды аяқтаймыз. Каналымызға тіркеліп, видеоға лайк басып, достарымызға жіберіп қойды ұмытпаймыз, балалар.